Ақпанның 28-ші жұлдызында Астана қаласындағы тұңғыш қазақ лингвистикалық нөмір 67 мектеп гимназиясында ағылшын тілі мұғалімдерінің форумы өтті. Ол жерге елордамыздың барлық жалпы орта білім мекемелер ұстаздары жиылды. Талқылаған мәселе бастауыш сынып оқушыларына ағылшын тілін үйрету тәжірибесі сынағы жайы. Бұл жобалардың барысын саралап жүрген Білім және ғылым министрлігінің бас маманы бірінші болып сөз бастады. Я приветствую вас от имени Министерства образования, от имени департамента общего и среднего образования Министерства образования Республики Казахстан. Сегодня во вступительном слове Асия Дусымбековна уже сказала о том, какое место занимает английский язык в современном состоянии нашего общества и в современной системе нашего образования. Поэтому очень актуальным является то, что английский язык не случайно выбран из всех иностранных языков приоритетом для того, чтобы обеспечить будущую конкурентоспособность наших учащихся. Бекер таңдалмағаны бесенеден белгілі. Болып толу үшін буын мықты болуы шарт. Бәсекелестікке төтеп беру болашақтың талмас болмысын талап етеді. Бұл жерде бүгінгі ұстаздардың ой қосқаны дұрыс болар. Олжан Мәтікәрімқызы осы аталмыш лингвистикалық нөмір 67 мектеп гимназиясында бастауыш сыныптарына ағылшын пәнінен сабақ үйрететін жас маман. Ағылшын тілін қазақ балаларына жетік меңгерту өзіне міндет санайды. Бізде ағылшын тілі аптасына 2 рет болады. Бірінші сыныптарға, яғни біз тек бірінші сыныпта алфавитті және де өлең айту сияқты жаттығулар жасау, кішкене тақпақтар жаттау, сол саладан бастаймыз. Біріншіден қазіргі балаларымыздың әріптері өтіп жатырмыз. Барлығы жаңа сөздерді жақсы білет, амандасу, қоштасу, яғни өлең айту, кішкене қойылымдар қоямыз. Оның бәріне атсалысып, өздерінің қызығушылықтары артып, жақсы деңгейлерін көтеріп жатыр. Жұмасына 2 сабақ. Ол аз ба көп пе, ауыр ма жеңіл ме деген үлкен сұрақ белгілері көз алдымызға пайда бола бастайды. Бұл жерде тағы да өзімізді өзге мемлекеттермен салыстыра бастаймыз. Вот на первом месте у нас мы нашли опыт Финляндия и несколько других стран, где английский язык ведется в объеме 8 часов в неделю для первого класса. Міне, өзгелер бізден әлде қайда өздеріне көп алады екен. Сонда біз олардан кем болғанымыз ба? Жоқ әлде талап аз ба? Оқыту пәндері қандай? Бұл жөнінде 40 жылдан астам ағылшын тілінде дәріс берген Фарида Абдурахманқызы не дер екен? Біз мынау Макмиллан басылымынан шыққан Way Ahead деген кітаптың әуелі Way into English, содан кейін барып Way Ahead деген оқулықтарыменен жұмыс жүргіздік. Балалар өте қызығып, осы оқуды сүйіп оқуға атсалысты. Осы ағылшын тілін үйренуге. Біз осы тәжірибе барысында көрдік. Балалардың қабілеті жақсы. Олар ағылшын тілін үйренуге ерте жастан дайын екен. Талап пен талғам бар. Тәлім қалай? Бірі меңгергенде бәрі бірдей игере алды ма? Артынып, тартынып, сен оқыда мен оқының кері болған жоқ па екен? Қиыншылықтар кездесіп жатыр. Мысалға, сыныпта орындаймыз, үйде ата-анасы ағылшын тілін білетін балалар алға келесі сабаққа жақсы дайындықпен келеді. Ал ағылшын тілін енді меңгермеген көп қой ата-аналар, олардың балалары кішкене аналарға қарағанда кішкене нелер. Біз ондай жағдайда сөздік арнап, қалай оқылатынын, қалай жаңа жазып, аудармасын жазып, сөйтіп беруге тырысамыз. Үйрету қашанда ізгіс, егерде ол мемлекет болашағының кемелденуіне негізделсе. Ұстаз қауымы оны жақсы біледі, сондықтан да болар бірін-бірі қоштап отырғаны. Енді олаған жас мамандарда қосылуда. Ағылшын тілін ерте оқыту мен маңызды деп санаймын, өйткені балалар ерте жастан бастап ағылшын тілін үйрене бастаса, ол барлығымызға өскелең ұрпаққа жақсы деп ойлаймын. Мысалы, оның пайдасы балалар ерте жастан үйренеді, барлығын ұғады, ерте жастан қабылдап, 11 сыныпқа кейінге дейін ол барлық программаны жеткілікті біледі деп ойлаймын. Өзге тілді білген жақсы. Бастысы өзіміздің тілімізге деген құрмет болсын. Жетіқұрдың Қуантайы, Айтжан Отызбаев, арнайы сіздер үшін.